Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Тақтаны былай қоямыз, сіздер бір-біріңізге көрмес үшін, бір-біріңізді қайталамас үшін. Мен сіздерге белгілі бір тақырып айтамын. Сол тақырыпқа қандай сөз білесіз, келесізде соған бір сөз жазасыз. Бесеуіңіз екі реттен келесіздер. Сіздер де екі реттен келесіздер. 20 сөздің ішінде қайталанбайтын сөз болады. Тақырыптың көп ойланатын несі бар? Қыс. Қатысушылар екіге бөлініп, тақырыпқа қатысты сөздер жазу керек. Жақсы. Қыс. Ой, вот. Ана бойдағы жігіттердің ойында көрдіңіз бе, қызғанда жүреді ол. Топтар бір-бірінің тақтасын көрмейді. Соңында екі тақтада жазылған, қайталанбаған сөздерді санаймыз. Қай топта сөздер көбірек болса, сол топ жеңімпаз. Жаңа сөздер үйреніп, бір-біріне көмектесу мақсатында жасалған ойын. Жақсы. Сонымен қызық сөздер жаздық. Қыс деген тақырыпқа қарша. Снегурочканы қазақша қарша қыз дейміз. Қаршы болып кетті. Ақша қар, ол да қарша қыздың синоним, ол да снегурочка. Ақша қар. Мынау боран деген сөз. Боранды, қыстың күні боран болып тұрады. Ондай нәрсе. Соғым дейді. Өте жақсы сөз. Мынау сөз маған өте жақсы, өте қатты ұнап тұр маған. Қар. Сіздер қар деген жазған жоқсыздар ма не? Қыстың күні қар болатынын білмейсіздер ме сіздер? Шаңғы. Мына жерде көрдіңіз бе? Мына ың болу керек. Міне көрдіңіздер ме? Шаңғы мына жерде екі рет жазылыпты. Сіздер қарамайсыздар, оқымайсыздар. Көрдіңіздер ме? Біз бұныменен өзіміздің сөздік қорымызды байытуға ойнадық. Қазір сіздермен бірге. Жақсы, рахмет. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!